Сәлем достар, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі видеом туған күнге арналады. Яғни мені өмірге әкелген анашымның туған күні. Ол туған күнге біз бара алмаймыз, себебі біз Маңғыстау Бейнеуде тұрамыз. Ол төркінім Шымкентте Түлкібаста тұрады. Сол үшін біз бара алмаймыз. Ол жаққа 2 күн жол жүріп бару керек. Енді олар қазір өздері тойлап жатыр. Біз бұл жақтан видео звонокпен звондап, сөйлесіп, құттықтап қойғанбыз. Ол жақта бауырларымның барлығы сол жақта. Өзімнен кейінгі сіңлім ғана осы Ақтау қаласында тұрады. Басқа бауырларымның бәрі сол Түлкібаста тұрады. Түлкібасты білесіздер қандай жер екен, өте керемет жер. Сол керемет жерді тастап біз осы жаққа келін болып кеттік. Бұл жерде де жағдайымыз жаман емес. Енді ол жақта Айнұр дейтін сіңлім бар. Ол да осы YouTube канал жүргізеді. Сол сіңлім сол жерде туған күнде болған қызықтарды видеоға түсіріп жіберетін болады. Ол сіңлімнің біздің әлем дейтін каналы бар. Өте қызық канал. Оның да қыздары бар. Сол қыздармен өте керемет видеолар түсіреді. Егер көргілеріңіз келсе, біздің әлем деп жазсаңыздар шығады. Болмаса астына мен қалдырып кетем. Ссылкасын содан кіріп, қарап, ол каналды да қолдап кетіңіздер. Ол да қазақша канал. Менің каналымды да қолдап кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Сол үшін қолдап кетіңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Думали демейсіздер. Саналмайды, қайтадан жөнді болмай қалсын. Думали четыре деп. Құтты болсын туған күні. Жансая кел, кім? Атыңды дамала. Суретке түсірсеш бәрін. Алдияр. Қазір түсіреміз, қазір түсіреміз. Жоқ, Балашыға тұрған кезінде бір мен видео қалдым. Алдияр бар, атыңды на. Андай бар. Зарина. Бар суретке. Бар, суретке. Жүгір бәрі. Бар, суретке. Жүгір, қазір барсың. Группаға жүрім. Туралы әкел. Біз қызымыз екеуміз Магазинге бар жатыр. магазинге шықтық. Үйден қашып шыққандай болдық қой. Күн деген өте керемет болып тұр. Көктемнің күніндей. Кәдімгі бізде мынандай міне сары топырақ. Осындай біздің Маңғыстаудың, Бейнеудің көрінісі. Осындай тастар не КамАЗдар тасып жүр. Құрылыс басталып жатыр ғой қазір. Үйден қашып шыққандай болдық. Жаңағы мыналар сабақтан келді. Егіздер. Сосын біреуін алып, біреуінің баланғасына қойып, біреуін алып үйден шықтық. Енді магазинімізде алыс. Сол манағы айтқан анамыздың туған күніне сіңілдерім барған, бауырларым бәрі жиналған. Бірақ енді туған күнге жаңағы қызық видеолар түсіре алмапты. Себебі сіңлімнің телефоны ұзынға қалыпты.
содан жаңағы қызының телефонына түсірген болған әйтеуір. Соны жіберіп қойыпты маған. Сол жаңағы көргендеріңіз менің анашым 61 жасқа толып жатыр. Өткен жылы туған күнде тойын жасағанбыз. Туған күнінде емес, жазда жасағанбыз, жазда барғанбыз. Өткен жылы жазда үлкен қылып 60 жасын жасап бердік. Енді биыл сол туған күнде жиналып жатыр, сол жердегілер. Біздер де бұйыртса осы жазда барамыз ба деген ойдамыз. Сол дұрыс видео түсіре алмаған, өкінішке орай. Мен ойлап едім, сондай күшті қылып түсіріп жібереді ғой деп. Онымен жаңағы сіңілім асығыс барып кетіпті. Ол Шымкентте тұрады. Ар жағында 1 сағаттай ма таксимен жүреді. Өздері кеш барған, соны 3 сағаттың ішінде ма қайтадан қайтып кетіпті ғой. Жұмысы бар. Ертесіне соған жұмысқа дайындалу керек. Біздер магазиннен қайттық. Алдық керегімізді. Ондай қатты көп сата алмадық. Şimdi үйге келіп қалдық. Жаңа қызым жылап жатыр ма, жылап жатқан жоқ па білмеймін. Қыздарға тастап кетіп едім. Қазір үйге барып тағы бір айтатын бір ақпараттарым бар. Сол ақпараттарымды тыңдаңыздар. Міне өздеріңіз көргендей, өздеріңіз тамашалағандай өте керемет өткен екен туған күн. Енді әттең біз бара алмадық. Біз енді арасында барамыз, яғни жылына бір барып тұрамыз, 2 жылдан бір барамыз арасында. Себебі менің балдарым кішкентай болады, сол арасында босанып отырып қалам, содан балдар кішкентай болады, жолда қиын болады пойызда. Сол үшін балдар кішкене үлкейген кезде барамыз ол жаққа. Енді биылға жоспарымыз барамыз ба, бармаймыз ба білмеймін, бірақ Ақтөбеге барамыз деп отырмыз. Шымкентке енді оны пока планға қойып отқан жоқпыз. Бұйыртса Ақтөбеге барамыз ба деген план бар. Себебі Ақтөбеде әжеміз бар, енем бар. Оның қолында үлкен қызым бар. Үлкен қызым 5-ші сынып оқиды. Сол жақта әжесінің қолында оқып жатыр. Енді ол қашанға дейін оқиды білмеймін, әжесінің қолында тәрбиеленіп жатыр. Соған енді бердік. Басқа қыздарым өзімнің қолымда. Енді сол жаққа барамыз ба деп отырмыз. Бұйыртса қазір үйден шығып жатқаным жоқ, себебі үйде қазір папамыз жоқ. Сол үшін қазір үйде отырмыз. Былай еш жаққа шығып жатқанымыз жоқ. Арнайы қызық видеолар түсіргіміз келеді, бірақ оған мүмкіншілік болмай жатыр қазір. Алдағы уақытта өте қызық видеолар болатын болады, яғни қыздарыммен қызық видеолар болатын болады, отбасылық қызық видеолар болатын болады. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Және де бір жағдай айта кеткім келіп отыр. Мен осы алдыңғы видеода бір бастаймын, грантқа тапсырам дегенмін. Осы грантты бұйыртса осы март айынан бастаймын, документ тапсырам, барып жұмыссыздыққа орналасып, документ тапсырып, бизнес-план деген бар, сертификат деген бар, солардың бәрін дайындаймын. Содан кейін апрельде қорғап шығамын бұйыртса. Сол грантты егер ұтып жатсам, Алла қаласа ұтам деген ойдамын. Ұтып жатсам, бір бизнестің көзін ашпақшымын. Оны да алдағы видеоларда көрсететін боламын. Распаковка дегендей солай көрсететін боламын. Сосын тағы да бір екінші бизнесті тағы қолға алып жатырмын. Ол карго білесіздер, Қытаймен сауда. Ол да бір үлкен бизнес, оның да көзін ашып алсаң, ол да үлкен бизнес. Оны мен бұрыннан білем, бірақ жасай алмай жүрген едім.
енді осы қолым жетіп өз каргомды ашып жатырмын бұйыртса. Әлі бастаған жоқпын, бірақ соны оқып бастап жатырмын. Қытайдың поставщиктерімен сөйлесіп уже жаңағы сайтқа нелерді тіркеп жатырмын, данныйларымды. Содан кейін өз каргомды запускать етем, Алла қаласа. Оны да алдағы видеоларда қалай жасап жатқанымды көрсететін боламын. Пиндодомен жұмыс жасау, Қытаймен қалай жұмыс жасау, сол жақтан товар алдыру, қалай алдыру керек, солардың барлығын алдағы видеоларда көрсететін боламын. Және де жаңағы грантты да бұйыртса алдағы видеоларда көрсететін боламын. Бұйыртса оны да ұтам деген ойдамын. Содан кейін оның да бір бизнесі бар, бастағым келіп отыр. Үйде отырған аналар сондай бизнестерді істесеңіздер өте керемет. Үйде отырып, балдарыңыздың қасында отырып, сондай бизнесті бастаңыздар. Мынау Пиндодо дегенді де оқып алсаңыз өте керемет. Арзанына ол жақтан алдырып, сосын осы жаққа келіп осы жақтың несімен сатсаңыздар болады. Өз карголарыңызды ашып алсаңыздар болады. Жаңағыдай карго ашпасаңыз да, филиал бар ғой, филиалдарыңызды ашып алсаңыздар да өте керемет. Сондай мендегі жаңалықтар қазір. Сол енді анашымыздың туған күніне бара алмасақ та құттықтап, өзіміздің подаркамызды бердік. Алыста отсақ та, бұйыртса енді алдағы уақытта ол жаққа Шымкентке де бара жатармыз бұйыртса. Сол кезде де қызықты видеолар бізден болады. Сол үшін лайк басып, комментарий қалдырып, арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.